Армысыздар, маусым айынан бастап жәрдемақы мен зейнетақы мөлшері өседі. Пайдалы ақпараттарды жиі білгіңіз келсе, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. 22 жылдың мамыр айында заң қабылданды. Күнкөріс деңгейі мен айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты зейнетақы мен жәрдемақы 4%-ға өсті. Заңға сәйкес 1 сәуірден бастап айлық есептік көрсеткіш 3180 теңге болды. Көп балалы отбасыларға, кәмелетке толмаған 4 және одан да көп балалары бар немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын студенттері бар көп балалы отбасыларға отбасы табысына қарамастан мемлекеттік жәрдемақы ай сайынғы төленеді. 4 балаға 70.975 теңге, 5 балаға 63.727 теңге, 6 балаға 76.479 теңге, 7 балаға 89.231 теңге, 8 және одан да көп балаға қосымша 4 айлық есептік көрсеткіш 7 баладан кейінгі әр балаға төленеді. Заңға сәйкес 1 сәуірден бастап көтерілу керек еді. Сәуір-мамыр айының айырмасын осы маусым айында қосылады. Зейнетақыда 4%-ға көтерілді. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 37.389 теңгені құрайды. Ең төменгі зейнетақы 48.032 теңге. Базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 20.191 теңгені құрайды. Басқа да әлеуметтік зейнетақы түрлері мен алтын және күміс алқа иелеріне де 4%-дан өсті.